Сондықтан немістің жойғыш ұшақтары шабуылшы ұшақтарды аэродромға қайтып үлгермей тұрып, атып түсуге тырысатын. Осындай Ил-2 ұшақтарының бірінің тізгіні қазақ ұшқышы Талғат Бигелдиновтың қолында еді. Сол уақытқа дейін ол Украина мен Молдовадағы фашистік бекіністерге, техника колонналары мен теміржол тораптарына жасалған шабуылдарға қатысып үлгерген болатын. Оның ұшағына зениттік оқ талай рет тисе де, Бигелдинов қайтадан сапқа оралып отырды. 1944 жылдың жазы келгенде Талғат Бигелдиновтың есебінде 150-ден астам жауынгерлік әуе тапсырмасы бар еді. Кезекті жауынгерлік тапсырманың бірінде Ил-2 ұшақтарының тобы жау шебіне соққы беріп, нысанадан алыстай бастады. Дәл сол сәтте олардың төбесінен немістің Мессершмитт жойғыш ұшақтары пайда болды. Кеңестік шабуылшы ұшақтар аса қауіпті жағдайда қалды. Ил-2 немістің жойғыштарына жылдамдық жағынан да, әуеде еркін қимылдау жағынан да едәуір әлсіз еді. Оның үстіне жердегі нысандарға жасалған шабуылдан кейін оқ-дәрі қорының басым бөлігі таусылып қалған болатын. Немістің жойғыш ұшақтары шабуылға қарсы шықты. Әуе шайқасы кезінде олардың біреуі Талғат Бигелдиновтың Ил-2 ұшағына тиімді тұстан жақындап келді.